Қайырлы күн достар, бүгін біз пияз қосылған өте дәмді тіске басар дайындайтын боламыз. Бұл тіске басарды кино көріп отырып жесеңіздер өте жақсы кетеді. Ең алдымен пиязды жуып тазалап, орташа қалыңдықта доп-домалақ қылып кесіп аламыз. Енді пияздарымызды сақина тәрізді етіп ұқыпты қылып аламыз. Бізге осындай домалақ сақина тәрізді пияз керек болады. Барлық пиязды осылай алып шығамыз. Бізге осындай сақина тәріздес пияздар керек болады. Оның үстіне тұз сеуеміз. Дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш сеуіп, қолымызбен жақсылап пияздарымызды сындырып алмай араластырамыз. Енді басқа ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне ұнды саламыз. Содан соң қантты саламыз. Кішкене тұз, сосын су құйып, венчиктің көмегімен жақсылап массамыз біркелкі болғанша араластырып аламыз. Массамызда ешқандай түйіршік қалмасын. Міне осындай кляр дайын болады. Енді маринадталған пиязымызды ұнға батырып аламыз. Ұн барлық жеріне тисін. Сосын жаңағы дайындалған клярға батырып аламыз да барлығын осылай дайындап аламыз. Орташа отта қызып тұрған табада екі жағы қызарғанша пияздарымызды қуырып аламыз. Бұл тіске басар өте дәмді болып шығады. Сол үшін міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өзі өте оңай жасалады және үйдегі бар ингредиенттерден дайындалады. Баршаңызға сәттілік. Сіздермен болған Раушан.